Уа Құдай ием, сенен пана табам. Арашалай көр мені қуғыншыларымнан. Құтқарушым жоқ, жау мені быт-жыт қылады. Арыстандай паршалап, дал-дұлымды шығарады. Уа Құдай ием, егер күнә істеген болсам, яки қолыммен қылмыс жасаған болсам, бейбіт жолдасыма сатқындық жасаған, не дұшпанымды болсам, себепсіз тонаған, онда жаулар мені қуып ұстап алсын, жанымды аяғымен жерге таптасын, абыройымды топыраққа былғасын. Уа жаратқан, қаһарлана көтеріле көр, жауларымның долдануына қарсы шыға көр. Өзің бұйырғандай әділдік орната көр. Мен үшін ендеше әрекеттене көр. Жиналып тұрсын халықтар айналаңа, биіктен билік құршы қайтадан оларға. Уа жаратқан, сен халықтарды соттайсың, мені ақтай көр. Ием, әділ де адалмын. Әділ Құдайым, жан дүниемізді сынайсың. Енді доғартсаңшы, зұлымдардың сұмдығын, әрі нығайтсаңшы, әділдердің қорғанышын. Құдай тағала мені қалқандай қорғайды, шын жүректен адалды ол аман сақтайды. Құдай мәңгі әділ соттаушы болады. Тәңір күнде зұлымдарға ашуланады. Егер адам бас тартпаса күнәсінен, онда Құдай қайрайды өткір семсерін, керіп, кезеніп дайындайды садағын. Отқа қыздырады үшкір жебелерін, сөйтіп даярлайды өлтіргіш қаруларын. Міне, арамза адам зұлымды ойлайды, жан дүниесінде ол пәлені сақтайды. Содан өтіріктері оның туындайды. Ол ор қазып, соны тереңдетіп дайындайды. Алайда сол тұзағына өзі кейін құлайды. Осылай зұлымдығы өз басына келеді, жауыздығы өзінің төбесіне түседі. Жаратқанның әділдігін мадақтаймын, Құдай тағаланың есімін жырлаймын.